Бұл заң жобасы аралас бюджеттік сақтандыру моделінен денсаулық сақтауды қаржыландырудың басым сақтандыру моделіне көшуді көздейді. Осыған байланысты әзірлеушіге сұрақ: денсаулық сақтау жүйесінің қаржыландыру құрылымы қалай өзгереді? Денсаулық сақтау шығындарының қанша бөлігі сақтандыру сыйақысынан, ал қайсысы бюджеттен жабылады? Ауылдық елді мекендерде медициналық инфрақұрылымды қолдау үшін қандай шаралар көзделеді? Екінші сұрағым: әлеуметтік осал топтар жергілікті бюджеттен қаржыландырады деп айттыңыз. Осыған байланысты нақтылау: базалық пакетті қаржыландыра ма, жоқ әлде арнаулы медициналық көмектің түрлерін қаржыландыра ма жергілікті бюджет? Ол механизм қалай жүзеге асырылады? Рахмет сұрағыңызға, құрметті Тансолия Абдыманапұлы. Бірінші сұрағыңыз негізі жүйені біз бүгінгі таңда айтып жатырмыз. Бізде аралас жүйе, негізі бюджеттік, сонымен қатар сақтандыру жүйесі бірге келе жатыр. Біз енді бірнеше себептерге байланысты 20 жылдан бастап осы жүйе енгізгелі бері заңды бірнеше рет қайта қарап, сонымен қатар ковид пандемиясына байланысты бұл заң өзінің тиісті деңгейіне дейін жете алмады. Осыған байланысты заң аясында біз нақты сақтандыру жүйесіне көшеміз. Яғни бүгінгі таңда бізде мемлекет тарапынан бөлінетін қаражаттың көлемі 65% болатын болса, ол 30%-ға дейін төмендейді. Яғни мемлекет тарапынан кепілдендірілген көмектің негізі көлемі нақты анықталатын болады, және мемс жүйесіне бар жоғына қарамастан барлық азаматтарға тиесілі болады, қолжетімді болады. Сонымен қатар 27 жылдан бастап біз негізі қаржыландыру моделіне көшу арқылы мемс тарапынан қаржыландыратын көлемін 65%-ға дейін жеткіземіз. Яғни мемлекет тарапынан берілетін көлемді біз төмендетеміз 30-35%-ға дейін. Сонымен қатар ауылдық инфрақұрылымға байланысты бұл бүгінгі таңда өзіңіз жақсы білесіздер, президент тапсырмасының аясында үлкен ұлттық жоба іске асырылып жатыр. Бірақ әлде де бұл жоба аяқталғанменен бізде ауылдық жерде жаңартатын әлде нысандардың саны болады, азаймайды. Осыған байланысты бұл трансферт, жалпы сипаттағы трансферт есебінен өзінің бөлінетін қаражаты бар. Осыған байланысты бұл жұмыс үзіліссіз жүре береді. Және де үшінші сұрағыңыз осал топтардың мәселесін нақтылау бойынша. Базалық пакет жергілікті бюджеттен қаржыландыра ма, жоқ әлде арнаулы ма? Рахмет. Бұл жерде мемлекет тарапынан берілетін кепілдендірілген көмек барлық азаматтарға бірдей болады, ал мемс тарапынан берілетін көмек жергілікті атқарушы органдардың төлемі болсын, немесе мемлекет үкімет тарапынан төлемі болсын, барлығына бірдей болады. Сондықтан бұл жерде жергілікті атқарушы органдардан келіп түсетін төлемдер мемс жүйесіне толыққанды қызмет алуға мүмкіншілік туғызады.